Сәлем достар, бүгін біз шаштың түсуінің негізгі себептерін айтатын боламыз. Шаштың түсуі ағзадағы дефициттермен тікелей байланысты. Шаштың түсуінің 300-ден астам себебі бар. Ең негізгілеріне тоқталатын болсақ, ол ең бірінші қан аздық. Қан аздық кезде шаш өсіретін фолликулды клеткаға ауа жетпей қалады. Ауа жетпегеннен шаш түседі. Келесі себеп эндокринді қалқанша безінің жұмысының төмендеуі. Гипотиреоз, яғни йод жетіспеушілігі кезінде шаш түседі. Келесі себеп ол В тобындағы дәрумендердің жетіспеушілігі, себебі бұл топтағы дәрумендер жетіспеген кезде тағы да қан аздық мәселесі туындайды. Келесі ол ағзаға коллагеннің жетіспеушілігі. Коллаген деген ақуыз, ол әсіресе шашқа, теріге, тырнаққа аса қажет. Шаштың уыстап түсуінің тағы бір негізгі себебі ол күнделікті қолданылып жүрген сусабындардың құрамындағы натрий лавр сульфаты. Бұл бас терісіне зияны көп химиялық қосынды. Өндірушілер бұл химикатты сусабының күшті көпіруі үшін қосады. Ал көбіктер шаш фолликуласын өлтіріп, шашыңыздың шамадан тыс түсуіне ықпал етеді. Құрамы таза шампуньдардың аса көпіре қоймайтын себебі осы натрий лавр сульфатының жоқтығынан. Шаш жиі түсе бастаса, трихологқа барып қаралу керек. Дәрігер трихоскопия тәсілі арқылы шашқа компьютерлік түсірілім жасап, құйқаның алды артын, төбесін қарап талдау жасайды. Дәрігердің кеңесімен шаш түсуін анықтауға көмектесетін анализдер: қан анализі, фолий қышқылы, В12 дәрумені, ферритин, жалпы ақуыз сараптамасы, ТТГ Т4 міндетті түрде, яғни қалқанша безі гормонына тапсыру керек. Себебі қалқанша безі дұрыс жұмыс істемесе, шашшағыштық, шаштың түсуі сияқты мәселелер туындайды. Ең негізгі күтім дұрыс тамақтану, таза су ішу, дефициттердің орнын толықтырып отыру. Және стресс, қайғы, уайымға көп салынбаңыз. Жүйке жүйесінің тыныштығы көп аурудың алдын алады. Назарларыңызға рахмет.